Аз әскермен көп әскерді қалай жеңуге болады? Нағыз мүминнен құралған 14 000 әскер бүкіл дүниені жаулап алуға жетіп асады. Оларға технология, оқ, зеңбірек, тәңкі, бомба, миллион әскер бөгет бола алмайды. Адамдар иманның күшін әлі түсінбейді. Дүниедегі ең күшті нәрсе иман. Оған тау-тас, жел, су, қиындық бүйім болмас. Нәпсісін түгел жеңіп, иманы асқандарға жердің тартылыс күші де, отта, вакуумда әсер етпес. Сондықтан пайғамбарлар мен әулиелер жеті көкті руханият күшімен аралай береді. Олар жерден биік әлемді көргендіктен дүниеге еш қызықпас. Олар үшін дүние қоқсыққа ұқсайды. Егер иман қуаты физикалық түрде көрінсе, бүкіл әлем дірілдеп, күннің өзі иман нұрына күйіп кетеді. Иман дәмін татқандар осы дүниеде бола тұра тағы бір әлемде өмір сүре береді. Оларда қорқыныш я қайғы болмас, мына дүниеде не болып жатқаны оларға еш қызық емес. Пайғамбарымыздың сахабалары кедей болды, аз болды, балшық үйлерде, лашықтарда тұрды, аш құрсақ жүрді. Бірақ олар 20 000 әскермен миллиондаған әскері бар. Дүниедегі ең күшті Рум, Византия империясы мен Сасанид империясын аударып тастады. Ол кездегі Рум қазіргі Америка болса, Сасанид қазіргі Совет одағы еді. Бірақ оларды аш жалаңаш жүрген 20 000 мүмин әскер жер жүзінен жойып жіберді. Қазір сол кездегі Рум мен Парс жерлері мұсылман болып кетті. Міне бұл иман күшінен еді. Саны аз болса да, иманы күштілер біріксе, оларға Алла жәрдем беріп, оларға ештеңе шақ келмес. Ал Мәхди Хазіретте осындай әскерлермен келетін болады. Мәулана Шайх Назым әулие.